ушун бүгүн эфир көрсеңиздер. Бизде жаңа жок. Аягөзүн алышып. Байга жетим болдум деп. Пранк жасалган болатын агызга. Жылап байгыз. Кандай болуп жүрөгүм? Жүрөгүм экиге кайрылды. Мага башы дедиң ба? Жок, сен калай шыдап отурдуң, Алишер? Айтчы. Әрек аягөзге карамай отурдум, байкадың ба? Аягөз карасам күлүп жүрейин деп турмун. Эмоциясы коймой калды негизи. Маган сондай жигитим пранк істесе билмеймчи. Сөйлеспей коет нем. Мына касымда жүр. Мен реально сөйлеспей коет немекке, мен жүрөгүмдө какой-то бір 20 минут, рекламамен 30 минут ауыртты ғой. Это было бы для меня больно. Боль болатын, жизнь боль деп жүретінім. Өмір ғой, өмір. Жақсы көреді да, я. Жақсы көреміз да, я. Очень бақытты болыңыздар. Рахмет. Ауа бар. Біз тамақ ішуге келгенбіз, қатысушылармен Аруна бар, Алишер бәріміз. Арунаның нұртасы енді жұмыстармен, жұмыстармен жүр ме? Жұмыстармен жүр. Сол, рахмет барлығына. Сіз қайда жүрген, Үміткер болып келіңіздер, если что. Маржан тоже такая хорошая, прям приятная девушка. Адыл деп бәріне реклама үміткер шақырып отыр деп. Тарап отырмай тамашып отырмыз біз. Аспасымызға. Осының смехы өте ше. Ал эфирден шығып біз қатысушылар болып тамақ жеуге келгенбіз. Қайырлы кеш болсын. Бүгін кешті Айгүл ханымды эфирден күтіп алып баса отырмын. Иә, солай болады. Қалай күтіп алған дұрыс па или? Жақсы ойлаймыз, күтіп дальше бірге барып, жолығып, и дальше үйге қайтамыз деп ойлаймын. Қалай болады екен негізі? Иә, мен де ойламағам негізі сен күтіп тұрам деп, бірақ солай болып қалды. Сосын, құрметті достар, жалпы естіп жатырмын, көріп жатырмын, айтып жатқан әңгімелер бар подписчик оқырмандардың арасында. Мысалға да әлі біз екеуміз танысып жатқанымызда екінші күн, 2-ақ күн болды. Он не үшін андай, как будто үйленейін деп отқан адамдар ұқсап хейт жазып жатсыңдар, бір-біріңе зачем деген сияқты керек емес деп ойлаймын. Пока что біз де білмейміз, алдағы уақытта не болатынын тек қана уақытқа саламыз. Так что дұрысынан тереңінен түсінейік. Не? Біз біргеміз, ойындап жатқан жандар көбісі жазады, Арина қайда, Тимур қайда деп. Sevemem canım seni. Тойдың датасын қойдық, по идее, біз уже Құдай қаласа датасын жақындаған. Енді бәріміз отырып қойдық қой. Басында мама-папалар инициатор болсын. Біз же келістік. Олар вообще бізді же сол Шымкентке барған кезде бір аптаның ішінде үйлендіргісі кетті. Сөйтіп біз арыз бер салып, қашып, дата қойып келдік. Құдай қаласа. Привет. Қалайсың? Денсаулық қалай? Не жаңалық? Ау. Қайқа бара жатсың? Не шапка киген де? Шапкам үйде да мен. Прическам құртылады да. Кім көреді прическа? Саған келдім ғой кездесуге. Саған келдім. Кім башына шапка Ал Айгүл көңіл-күйіңіз қалайсың? Кешегі шефхан мен таныстар болады. кішкене күтпеген жағдай болды. Жалпы эфирден кейін кездесу болды. Қазір эфир жіберіп алғаныздар, эфир болып жатыр. Айгүлмен шефханның таныстар қалай. Ал Жансая, қалыңыз қалай? Онша емес. Неге? Үміткер жоқ. Ішімізді жүр, киноға барғым келіп жүр. Любимый кином шықты, соған барғым келіп жүр. Сүйікті адаммен. Вот Жансаяны айтып жатырмын да, сізді қандай маскамен түсірейін десем, мен маскамен де, маскасыз да сұлумын деп. Қыздар өз-өзіне осындай сенімді болса жақсы ғой. Жансая кеше барлығы Айгүлге айтып жатты ғой, Ринат келеді, үміткер болып дейді. Сіздің соған көзқарасыңыз қандай болды? Келі мүмкін.
мен адам қазір таңғалмайтын болдым ештеңе. жарайды, ал Айгүлге енді Шерхан келді ғой, ал егер сіздің құрбыңыз Гүлнұрға келіп тұрса ше? Ринат па? Ринат, иә. Келе берсін. Себебі оның екеуміздің арамызда ештеңе болмады, махаббат деген әңгіменің ештеңе болмады. Ешқандай қызғану бір вообще мүлдем болмайды. Сіз өз үміткеріңізді күтесіз. 30 секунд қалды. Сізді үміткерді күтемін 25 минутқа дейін ақ. Иә, құрметті көрермендер, егер де Жансая үміткер болып келгіңіз келсе, келіңіздер, жазыңыздар. Міне, қызымыз дайын. Ал құрметті көрермендер, жаңа ғана көргендеріңізде Алишер Аягөзге пранк жасап сөз салды. Ал Аягөз. Прям шын сеніп қалдым, если честно, мен сондай өзім наивная сеніп қалдым. Эмоцияңызды көрдік, жылап, кәдімгідей ішіңізде қандай сезім болды сол уақытта? Мен прям Алишер жек көріп кеттім, прям басынан жерімге Сонда бастап енді сынақ болады ғой, сонда сразу давай деп ше. Ал жалпы осы пранк ұнады ма сізге? Көңіліңізден шықты ма? ұнады дегенде, иә, соңы тәтті ғой, енді самое главное, соңы тәтті болды ғой. Иә, басты бақытты болыңыздар, құрметті көрермендер, барлықтарыңыз астына комментарий жазып, екі жұпқа бақыт тілеп кетіңіздер. Міне, керемет болып тұр екеуі. Студиямызда қазір Шерхан келді. Шерхан үміткер деймін ба? Иә, үміткер болып келіп отырған өмірімде бірінші рет, бірақ көреді екенсің. Қалай екен? Үміткер болған қалай екен? Жақсы. Жалпы Айгүлді айтып жатыр, сыртта басқаша екен деп. Сырттағы Айгүл қалай екен? Жалпы кеше сөйлестік, көрдік. Минутта асталас, минутта. Ұяңдау, менің алдыма ашыла алмады ма, әлде ұялды ма, білмедім. Әлі толық танып біткен жоқсыз, иә? Енді бір күнде танып көрмейсің ба адам. Жалпы ұнады қыз. Жалпы әзірге жақсы. Қазір Шерхан мен Айгүлдің таныстықтары болып жатыр. Эфирді жібере алмаңыздар. Тікелей эфирде кіріңіздер.